сіздің жігітіңіз, болашақ күйеуіңіз, соны көретін боламыз. Болашақ күйеуіңіз кім болады, қандай мамандықтағы ер адам, және ол өзіңізді үлкен ба, кіші ма, соның бәрін білетін боламыз болашақ жігітіңіз туралы. Бірінші сізді ашып алайық. Сіз өзіңіздің атыңызды айтыңыз, өзіңіздің болашағыңызды елестетіңіз. Сіздің болашақ күйеуіңіз кім болады? Сіз өте көп армандайтын сияқтысыз болашақ күйеуіңізді. Сізді айтатын болсақ, сіздің машинаңыз барар болуы мүмкін. Сіз өте жаңағы өткір мінезіңіз, қайсар мінез десек те болады. Бәрін ережемен жүретін, бәрін ережеге бағынатын адам сияқтысыз. Сіздің машинаңыз бар. Машинаңыз бар болуы мүмкін, көк түсті болуы мүмкін, ақ түсті болуы мүмкін, немесе қара түсті болуы мүмкін. Какой-то бір жерлерінде көк түстер бар болуы мүмкін. Сіз өте бастаған істі, өте пысықсыз бастаған істің соңына дейін баратын адамсыз. Бір нәрсе бастадыңыз, соны соңына дейін апарасыз. Сіз өте ақылды. Сіздің мамандығыңыз медицина саласында болуы мүмкін, болмаса заң саласында болуы мүмкін мамандығыңыз. Сіздің енді ер адамыңыз, болашақ күйеуіңіз, мүмкін күйеуіңіздің есімінде әріптердің де шығып қалуы мүмкін, есімінде көреміз. Сіздің болашақ күйеуіңіз. Өте жақсы, сіздің болашақ күйеуіңіз. Сіздің болашақ күйеуіңіз өте активный ер адам. Сіз қазір активный ер адам болуы мүмкін, сіздің ойыңыздағы ер адам. Бірақ сіз қазір жалғыздықтан қиналып, жалғыз болғаның сіздің жаныңызға батады десек те болады. Сіз жалғыздықты тастап тұрмысқа шыққыңыз келеді. Бірақ сіз тұрмысқа шыққыңыз келеді, сіз түндерде ұйықтамай өткізуіңіз мүмкін. Жалғыздық дейді ғой, яғни қасыңызда жұбыңыз болмағандықтан жалғыз өзіңізді сезінесіз, нашар сезінесіз. Соның бәрі қашан бітеді, жаңа өмір қашан, новый обновление өміріңізде болады. Жігітті армандайсыз, сіз міне осындай жігітті армандайсыз. Аттың үстінде. Бұл карта победа дегенді білдіреді. Өзінің жаңағы мақсаттары мықты ер адамды тапқыңыз келеді сіздің ойыңызша, сіз соны армандайсыз, сіз оны бітіріп бірақ сіз жалғыздыққа үйреніп қалған сияқтысыз, өйткені сіздің жасыңыз біразға барып қалған сияқты картаның көрсетуі бойынша. Сіз уже привыкли этому. Жалғыз, бәрін жалғыз істей бергенге өзіңіз. Бірақ сіз үйреніп қалғансыз, сіз өте сіз күтудесіз. Сіздің болашақ күйеуіңіздің сіз армандайсыз, араларыңызда күшті махаббат болса, жылдамырақ кездессе екен деп ойлайсыз, семья құрып, тезірек өзіңіздің күйеуіңізді материалдық жағдай жақсы жігіт ретінде көресіз, армандайсыз. Картаның көрсету бойынша мүмкін сіз баяғыда тұрмыста болғансыз. Тез шешім қабылдап тұрмыста болған сияқтысыз. Ол семья, ол отбасыңыз сіздің одан жүрегіңіз жараланып, айырылысып кеткен болуыңыз мүмкін. Өйткені бастапқы карталар тяжелый состояниені көрсетіп тұр.
сіз жалғыздыққа үйренгенсіз. Мүмкін бойдақ болуыңыз да мүмкін. Мүмкін сіз бойдақ болсаңыз, сіз тезірек жігітіңіздің пайда болғанын қалайсыз. Егер сіз бұрын ажырасқан әйел болсаңыз, сіз тез шешім қабылдаңыз бірінші некеңізде. Сосын одан жүрегіңіз жараланып, ешқандай нәтиже болмай, сіз және одан кейін қорқасыз. Сіз бойдақ болсаңыз, тез шешім қабылдап тұрмысқа шығудан қорқасыз бір жағынан. Ал егер бұрын тұрмыста болған болсаңыз, сіз өткен қателігіңізді қайталаудан қорқасыз. Сіз өз-өзіңізді андай сдержанный дейді ғой, сондай қылып ұстап тұрсыз. Сіз қазір ешқандай әрекет жасап жатқан жоқсыз, жігіт іздеп жатқан жоқсыз. Ол қашан өзі пайда болады, соны күтіп отырған сияқтысыз. Сіздің күйеуіңіз, болашақ күйеуіңіз. Сізде бір ер адамға деген сезім болуы мүмкін. Бірақ сіз ақылыңызбен жүрегіңіз шайқасып жатыр десек те болады. Немесе ақылыңызбен жүрегіңіз шайқасып жатыр. Біреуді ұнатуыңыз мүмкін. Сіз король мечей деген шығып тұр. Сіз король мечей деген жігітті ұнатуыңыз мүмкін, бірақ какой-то бір екеуіңіз бірге бола алмайсыздар. Бір араларыңызда бөліп тұрған бір нәрсе бар, бөліп тұрған бір зат бар. Мүмкін сіздің балаңыз болғандықтан ол сізді әйел ретінде аламайтын шығар, әйелі қылып аламайтын шығар, болмаса оның семьясы бар шығар. Араларыңызда бір бөліп тұрған бір энергия бар, бөліп тұрған зат бар, бөліп тұрған адам бар десек те болады. Мүмкін оның әйелі. Сіздер бұл ер адаммен сіздердің араларыңыз жаңағыдай мықты страстный арақатынас болып, бурный арақатынас болып, айырылысып, одан кейін кеткен болуы мүмкін. Иә, бұл тағдыр бойынша сіздің өміріңізге пайда болып, араларыңыз қайтадан бөлініп кетуі мүмкін. Тағдырмен. Ол өзі. Одан кейін ол самодостаточно, сізді іздемейді, өз-өзімен жүрген. Ол ер адам ойлайды, қазір сізге басқа ер адамы бар, кездесіп жүрген. Сіз өзіңіз самодостаточный, минезі өте нашарлау, сондай адамсыз. Ол өзінің адамын табады деп ойлайды, жаңағы жігіт король мечей. Өзінің адамын тауып ары қарай кетеді деп ойлайды. Мен оның адамы емеспін. Өйткені араларыңызда бір нәрсе бөліп тұр, бір энергетика, бір зат, бір нәрсе бөліп тұр. Сондықтан ол адам сіздің өз күйеуін тауып, өз адамын тауып, өз кетеді деп ойлайды. Мен қазір бұған ешқандай действие жасамаймын. Жаңағы арақатынас болған адам. Мүмкін сіз сол адаммен жолда кездескен болуыңыз мүмкін. Жарайды, енді көрейік, сіздің болашақ күйеуіңіз кім? Сіздің болашақ күйеуіңіз айтатын болсақ, мінезін айтатын болсақ, активно жұмыс істейтін адам, жатпайтын адам, барлық активно жұмыс істейтін адам. Ол мамандығы бойынша повар болуы мүмкін, немесе какой-то бір повар болуы мүмкін, немесе болашақ күйеуіңіздің мамандығы, бұл жерде айтатын болсақ, болашақ күйеуіңіздің мамандығы
повар болуы мүмкін, немесе жаңағыдай врач болуы мүмкін. Және ол адам мінезі өте жайдары, барлық қиындықтарды өз мойнына алатын, өзінің жауапкершілікті ала алатын, барлығын өзінің жауапкершілігін мойнына алатын, иығына көтеріп жүре алатын адам. Болашақ күйеуіңіз, сіздерде болашақ күйеуіңіз жақсы семья, өте жақсы шығыпты. Болашақ күйеуіңіз өте жаңағы жауапкершілігі мол, мінезі өте жайдары, мінезі керемет. Бұл адамның қасында барлық адамдар өздерін жайлы сезінеді, одан жақсы энергия алады. Мысалға біз күннің астында өзімізді қандай энергия аламыз? Күннің астында рахат, жылы, жайлы энергия аламыз ғой. Бұл адамнан да қасындағы адамдар сондай энергия алады. Мінезі өте жайдары, отбасына берілген адам болады. Болашақта өте бастаған ісін аяқтайтын. Сіздер интернет арқылы танысуларыңыз мүмкін. Болашақ күйеуіңізбен көрейік. Өте активно действовать ететін адам. Бірақ ара қатынастарыңыз болашақта соңына шейін, енді өмірден өткенге шейін бірге боласыздар деп айта алмаймын. Ондай нәрсенде болмайсыздар деген нәрсенде көрсетіп тұрған жоқ, бірақ болашақтарыңыз, дальнейший ұзақ болашақтарыңыз белгісіз, карта көрсетпейді, карта айтқысы келмей тұр. Бірақ өте жақсы күндер, ортақ мақсаттарыңыз болады, ортақ іс-әрекеттеріңіз, ортақ барлығы керемет. Бұл әрпі болуы мүмкін. Ол адамның бастапқы әрпі немесе бастапқы әрпі Б, немесе екінші әрпі Б болуы мүмкін. Мысал ретінде айтатын болсақ, енді прямо аты ондай болды деп айтамын. Мысал ретінде атты айтатын болсақ, Бағлан, Бағдат деген сияқты Б-дан келетін ат болуы мүмкін, немесе екінші әрпі Б болуы мүмкін. Екінші әрпі Б, Абай деген сияқты. Мысал ретінде айтып жатырмын сіздерге, түсінікті болу үшін. Бірінші әрпі немесе екінші әрпі Б деген болуы мүмкін. Және мінезі қандай болады? Сізге алдағы уақытта сізге өзінің мінсіз әйелі ретінде қарайды, сізге ұсыныс білдіреді, сыйлықтармен келеді, десек те болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Кім қандай жігітті армандайды, жазыңыздар, тілектеріңізді тілеңіздер, сонда барлығы болады. Міне, соңында жақсы әке, жақсы қарым-қатынас, өте жақсы.